Саламатсыздар ма, құрметті бітірушіліктер және бітірушіліктеріміздің ата-аналары. Сіздерден өтінішіміз бар. Міне алдымызда үлкен 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі келе жатыр. Осы салтанатты іс-шарадан кейін көптеген бітірушіліктер қымбат көліктер жалдап, болмаса үйдегі көліктерді айдап кетуі мүмкін. Сөйтіп серуендер құрып жатып, кейде соның арты қайғылы аяқталып жатады, болмаса жол апатымен аяқталып жатады. Сіздерден өтініш осы мәселені ата-аналар қадағаласаңыздар, осы соңғы қоңырау салтанатты іс-шарасынан кейін түлектер үйлеріне қайтқаны дұрыс. Мен сіздерге қазір осы бейне үндеуімнен кейін соңғы жағында бірнеше былтыр 1-2 жыл бұрын болған осындай жол апаттары бар бітірушіліктердің қатысуымен соларды ұсынам. Еліміз бойынша болған ол түрлі қалаларда, облыстарда. Сондықтан бәріңіз ескертім келеді. Мүмкіндік болса, соңғы қоңырау іс-шарасынан кейін осы автокөліктермен серуен құрмауға шақырамын. Бұл 25 мамыр күні соңғы қоңыраудан кейін көлік апатына түскен мектеп түлектері. Оқиға Алматы Талдықорған тас жолының Балпық би мен Бақтыбай ауылының ортасында болған. Видео кадрларында соқтығысқан екі көліктің де бір бағытта тұрғаны анық көрінеді. Ал көліктер бір-бірімен жарысып соқтығысты ма, ол жағын полиция анықтайды. Түлегі қазір екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің сөзінше, бір оқушының жағдайы тіптен ауыр. Арнайы аппараттың көмегімен дем алып жатыр. Мойын омыртқасы сынып, жұлынына зақым келген мектеп түлегіне бірден ота жасалыпты. Ал Ақтауда соңғы қоңырау күні жол ережелерін бұзған жас түлектерге бірден 200-ге жуық хаттама толтырылыпты. Көлікті басқаруға құқы жоқ болса да, рөлде отырған, қауіпсіздік белбеуін тақпай, ішімдік ішкендер үшін жазыланған. Сорақысы балалармен бірге бұзақ әрекеттерге ата-аналары да барған екен. Самал Қабышева, Мейрамгүл Салқынбаева, Жеңіс Батырғалиұлы, Информбюро. Қарағандыда 17 жастағы бозбала тас бағанасына соғылып көзге түсті. Зардап шеккендер жоқ, бірақ оның көлігінде бірнеше түлек болған. Полицейлердің айтуынша жүргізушінің куәлігі де жоқ. Енді ол келтірілген шығынды өтеп, айыппұл төлеуі тиіс. Кәмелетке толмаған бала, 18-ге толмаған, және жол оқиғадан кейін ешқандай жарақаттанған жоқ. Жаңағы көлік өз атында жол оқиға бойынша 60 МРП төлейді. Қазір ЖКХ қандай шығындалды, соның бәрін соның атына төлеткізеді.